Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен мынандай бір қызықты есеппен бөліскім келеді. fx көп мүшесі 3x минус 1-дің 13 дәрежесі қосылған x-ның 66 дәрежесі. Осы көп мүшені x-ның дәрежесі бойынша жіктеп, және де x квадраттың алдындағы коэффициентті табу керек. Есеп өте қызық. Сіздерге де қызық болады деп үміттенемін. Енді осы жерден видеоны стоп басып тоқтата тұрып, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Әрине, менің шығарған шешімімнен сіздің әдісіңіз басқаша болуы әбден мүмкін. Енді мен есептің шешуін көрсетейін. Шешуі. Яғни бізде fx көп мүшесін жіктейтін болсақ, онда ол x-ның 66 дәрежесінен басталады, қосылған. Енді мына жақшаның ішінде 3x минус 1-дің 13 дәрежесі деп тұр ғой. Яғни бізде келесі мүшесі a мен 13 деп белгілейін, x-дің 13 дәрежесінен басталады. Қосылған сол сияқты a3 x-дің кубы қосылған a2 x-дің квадраты қосылған a1 x қосу a0. Міне осы түрінде, егер де жіктейтін болсақ, осы түріндегі бір көп мүшелікті аламыз. Енді бізде мақсат a2-ні табу. Есептің шарты бойынша. X квадраттың алдындағы коэффициентті табу. Ол үшін не істеуге болады? Біз бірінші ретті тунысын табайық. Онда бізде 66 x-дің 65 дәрежесі қосылған 13 a3 13 x-дің 12 дәрежесі қосылған сол сияқты 3 a3 x-дің квадраты қосылған 2 a2 x қосылған a1. Тағы бір мәрте тунысын табайық. Онда бізде 65 көбейтілген 66 x-дің 64 дәрежесі қосылған 12 көбейтілген 13 a13 x-дің 11 дәрежесі қосылған сол сияқты 2 көбейтілген 3 a3 x қосылған 2 a2 болады. Енді осы екінші ретті туындалған кезде осы формулада біз егер де f-тің екінші ретті туындысына x-тің орнына 0 қоятын болсақ, бізде мына 2a2-ге дейін коэффициенттердің барлығы 0 болады, бізде 2a2 ғана қалады. Бұдан шығатын қорытынды бізде a2-міз нешеге тең болады екен? F-тен екінші ретті туындалып, оның нөлдегі мәнін есептеп 2-ге бөлгенге. Осыны мен екінші формуладым. А менде f(x) көп мүшесінің екінші ретті туындысын тауып, және оның нөлін есептеу ғана қалды. Бізде берілген көп мүшеміз, яғни 3x минус 1-дің 13 дәрежесі еді, қосылған x-тің 66 дәрежесі. Міне осының екінші рет туындысын табайық. Бірінші рет туындысын табайық. 13 көбейтілген 3x минус 1-дің 12 дәрежесі. Және мына 3x минус 1 бізде күрделі функция болғандықтан, бұл көбейту бізде 3 болады. Қосылған 66 көбейтілген x-тің 65 дәрежесі. Енді екінші ретті туындысын табайық. Мұнда 12 көбейтілген 13 көбейтілген 3x минус 1-дің 11 дәрежесі көбейтілген бізде енді 3-тің квадраты болды. Қосылған 65 көбейтілген 66 көбейтілген x-тің 64 дәрежесі. Енді бізде екінші формулаға сәйкес бізде a2-міз f екінші рет туындының нөлдегі мәні бөлінген 2 ғой. Осыған қояйық. Сонда мәнін есептейтін болсақ, мына жерде бізде 12 көбейтілген 13 көбейтілген, мына жерде 3x-міз 0 болады, минус 1-дің 11 дәрежесі көбейтілген бізде 9 шығады. Бөлінген 2. Мына екінші қосылғыш 65 көбейтілген 66. Ол 0-ге көбейтілді, ол 0 болады. Сонымен бізде минус, мына жерде бірден қысқартып жіберсек те болады. 12 мен 2 қысқарады, мұнда бізде 6 қалады. Сонымен минус 6 көбейтілген 9 көбейтілген 13. Яғни бізде енді былай көбейтсек болады. Минус 6 көбейтілген 9-ды 10 азайтылған бір дейсілайық. 13. Сонымен бізде минус 6 көбейтілген 130 минус 13 бізде минус 6 көбейтілген 117. 117-ні 6-ға көбейтейік. Минус, сонда 6 жетім 42. Ойдағы мен 10, 31 ойда 7. Сонда бізде жауабымыз минус 702 екен. Жауабы a2 тең минус 702. Сізге есеп ұнаса каналға тіркеліңіз. Алдағы уақытта осындай өте жақсы қызықты есептер болады. Таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Пікір қалдырыңыз. Осы сияқты есептерді дамыту үшін біздің каналымыз туралы жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп қоюды міндетті түрде ұмытпаңыз. Жақсы, бүгінгі осымен біттік. Сау болыңыздар.